Бұл адам жай ғана ұры емес, ол жоғары деңгейлі сиқыршы. 500 миллион долларлық гауһар тасты ұрлау үшін ол аздаған адамның батылы баратын айла-шар ойлап тапты. Ол бүкіл денесін ақ бояумен бояп, мұражайда мүсін сияқты тұрды. Айналасындағы экспонаттардан еш айырмашылығы жоқ еді. Бірде-бір күзетші мүсіндер тобының арасында нағыз қылмыскер тұрғанына күмәнданбады. Бірақ нағыз ойын енді ғана басталған еді. Қолда миниатюралық басқару панелін жасырған кітап болды. Ал осы құрылғымен ол кішкентай Арсия көлігін қашықтан басқарды. Көлік еденге алдын ала сызылған қара сызық бойымен бағанның артынан баяу шықты. Әрбір қозғалыс миллиметрлік дәлдікпен жоспарланған. Көліктің корпусы еден үлгісімен тамаша үйлеседі. Тіпті бақылау камераларда оның қозғалысын бақылай алмады. Жоспар бір қалыпты жүріп жатқанда күтпеген нәрсе болды. Күзетші көліктің жолына тікелей кіріп тоқтады. Күзетші бәрі қауіпсіз екенін радио арқылы хабарлады. Содан кейін сол жерде тұрды. Бірақ ұры өте сабырлы болды. Ол көлікті күзетшінің аяқтарының арасында дыбыс шығармай шебер басқарды. Көлік гауһар тас ұстаған әйнек витринасына жеткенде нағыз сиқырлы шоу басталды. Көлік кенеттен секіріп витринадағы ойыққа дәленіп, содан кейін әйнек бетіне тігінен көтерілді. Белгіленген жерге жеткенде көлік бірден өзгеріп, кішкентай робот қолын созып, гауһар тасты мұқият алып тастап, орнына 3 өлшемді голографиялық кескінді шығарды. Бұл голограмма кез келген адамды алдауға жеткілікті сенімді болды. Мұқият тексерілгеннің өзінде шынайы мен жалғанды ажырату мүмкін емес еді. Дәл осылай, бұл баға жетпес гауһар тас осы данышпан ұрының қолына түсті. Ол сабырлы жүзбен шығып кетті. Ал күзетшілер не болған мүлдем білмей, мүсіндердің жанында әдеттегі патрульдерін жалғастырды. Бірақ ол мұражайдан шығайын деп жатқанда тағы бір күтпеген бұрылыс болды. Оның иығы кездейсоқ жасырын полиция қызметкеріне соғылып қалды. Офицер бірден күдіктене бастады. Олар оны тез қоршап алып, куәлігін көрсетуді талап етті. Ер адам құжаттарын сабырлы түрде тапсырды. Бірақ бұл оның жоспарының бір бөлігі болды. Офицер куәлігін тапсырған сәтте, ол люкке сүңгіп кету мүмкіндігін пайдаланып, із-түзсіз жоғалып кетті.